Құрметлі телесерджілер Миле телеканалында хаберлер студияда мен Лилевиджа Челышам бүгін бөле малюмат ақында тариф етеміз. Девамлы зорлықлар Қарача Қаңғыл қойының сакинлері не вақыт қиынлықлардан кечіп кескін меселені чезежеклер. Оказывается, скорая помощь приехала выручать скорую помощь. Козяйдың Ислам Терек районын балачықлары енді екі яны açılған бала бақчаларына қатнайжақлар. Вообще замечательно, все так красиво, уютно. Қырымданам қазанған ресам Айдер Алиевның 65 йыллығы қайт етілді. Оның черчевесінде шахси сергі açılды. Особенно я горжусь, что здесь мы отвели раздел, посвященный моей бабушке Хатидже Бубо Алиевой. Тас Қырым Русия еле бірлешкенini дестеклеген қырымлыларының сайысы 3 ел девамында арты. Бұл ақта Қырым елбашчысы Сергей Аксенов білдірді. Тас информацион агентлігіне берген интервьюда Жұмхуриет башы бөле сөлге жауап берді. Егер референдум шымды кечірілсе, ярымаданын не қадар сакені Русия Федерациясы еле бірлешмек үшін рейберер еді. Я глубоко убежден, еще раз говорю, что и процент бы явки был бы выше, и процент проголосовавших в общем количестве, в абсолютных числах был бы гораздо выше, даже чем непосредственно в 2014 году. Глубоко в этом убежден. Просто никакой целесообразности проводить повторно, я считаю, нет. Референдумы, там народ в данном случае паразитирует на этой теме, я имею в виду в том числе иностранцы, которые там предлагают, давайте еще раз. Зачем? Один раз все состоялось, то есть никому подтверждать мы ничего не собираемся. В данном случае мы в российской юрисдикции сделали все согласно на тот момент международного права. Не были даже нарушены и украинские законы на тот момент, в связи с тем, что был вооруженный переворот. Поэтому Крым всегда был и есть, будет российским, и это уже вот последнее было изменение уже навсегда. Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы қайт етті ке нәтижеде ақыл топланылған сон Украина хакимиеті де Қырым Русия еле бірлешкенінен разы олыр. Региональ авто черчевесінде Русия Федерация Девле Думасының мебусы Руслан Бальбек гражданлар иле көрішувлер кечірмекні девам еті. Ватандашларымыз чешіт меселелер иле мұраджат етелер. Әсісен бұл топрақ гражданларық әлде етуі вейчтимаи саалар меселелері. Бұл сефер гражданлар мебусқа насыл суалер иле мұраджат еткеніні ақта бізім ұғберіміз София Шукурова біле. Борчықрақ қойының сакины екінші группа сақаты Абдул Каракаш да 2014 сене яланчы инсанларға арас келді. Олар оның топрақ дамартасыны өзлерінің адына ресмелештірділер. Бұл меселе 2 елдан берлі девам еті. Чешіт муэсеселерге мұраджат еткен сон Абдул Каракаш өз меселесі елі Руслан Бальбекке мұраджат етті. Сұндыра оның меселесі чезіліп башланды. Енді біздің ватандашымыз 2 махкемеде ғалип чықты. Амма огде дабыр топлашу бекленілі. Абдулбей умет етті адалетлік илля олыр. Нагрянули мошенники, которые документы, с правом собственности на землю. Люди годами бегают, не могут оформить. Они пришли на ровном месте. Именно тот человек, к которому я обратился, чтобы он мои документы оформил, он оформил эти документы на свою мать. И сейчас пытается выиграть суд. И уже за 3 месяца 5 клиентов приводил. Уже говорит, что он продает эту землю за $40 000. Русия Федерациясының Девлет Думами бұсы Руслан Бальбекнен көрішіп Абдулбей онаты шүкірлер білдірді. 1,5 года идут суды. Спасибо Руслану Исмаиловичу, что хорошего адвоката дал, подсказал. Все, так сказать. Надежда только вот на его команду, честно говоря. Больше мне надеяться некого. Осенев бетінде Руслан Бальбек бұл меселенің сонуна және зарет етежегі ақта вәде берді. Поэтому вы не переживайте, мы на полдороги вас не оставим. И конечным результатом должно быть, Ирина Петровна, это получение правоустанавливающих документов, чтобы мы сопроводили до конца. Бұйлікі бұл жинайетчілік япқан инсанлар мұтлақа жезаналаджақлар деп білдірді Руслан Бальбек. Чешіт мемория ресурсларға вехануларға эсасланып аферистлер, рейдлер, елунин сәкінлер 20 елдан зияде яшап келген топрақ дамарталарны өзлеріне чекіп алдылар. Учайлы бойлы аферистлерінің құрбанлары олдылар. Бұл Каракаш, Лапа ве Абдурамановлар айлелері. На основании решений, которые выдавались с 11 по 13
год, отменяя решения первичные, которые люди получали в 90-х годах. И, естественно, уже есть попытки по каждому случаю, когда люди пытались, реализуя свой преступный замысел, продавать эти земельные участки уже третьим лицам, оставляя наших соотечественников без крова, без крыши над головой. Поэтому данные, вот все случаи будут переданы в правоохранительные органы. И, конечно же, со всем этим наследием мы однозначно разберемся, да, то есть и вернем земли соцкультбыта, и по каждому случаю отдельно будут разбираться правоохранительные органы. Не допустим, чтобы, пользуясь незащищенностью или теми методами, которые были заложены еще в украинский период, люди реализовывали свои преступные замыслы. Геленджик шерінің сакины Сусана Рябова ханунсыз жинайы тақипке оғрады. 2016 сенеден берлі о шифаханеде екім оларақ çalışайды. Анда о ханунсыз коммерция әрекетчілікке раст келді. Бұл меселені о тоқтатмаға тырышты, амма әрбір әрекет Сусана ханым үшін қаршы шықты. Уголовное преследование признано незаконным, необоснованным. Меня выпустили, но не освободили. Мне сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и просто выпуская вручили уведомление об открытии еще одного уголовного дела на меня. Ваше вмешательство, ваше обращение в адрес генерального прокурора хотя бы немножко стабилизировало эту ситуацию, дало мне надежду, что это действительно будет рассмотрено справедливо, и это уголовное преследование, которое уже признано незаконным, остановится. Эльвира Халилова Девлет Дума мебусына өз гражданлық меселесі еле мұражат етті. Қырымда о әлісінен берабер 2014 сенеден бірлі яшамақта. 2 года работали по патенту. Я обращалась именно по своему сыну и по своему братишке, так как они являются кормильцем нашей семьи. У нас семья из 5 человек. Руслан Исмаилович, его великолепная команда помогла мне в этом вопросе. И у нас решился вопрос о РВП, разрешение временного проживания на территории Крыма. Энді ярын Руслан Бальбек гражданларының шақси қабылыны кечірежек. Сәкенлер оларны раатсызланған меселелер олса мұражат еті білелер. Хатырлатамыз бөлі қабыл етіп күнлері РАЙ регионал авточерчевесінде кечірелі. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бүгін Ислам Терек районында эки бала бақчанын тантаналы ачылығы олып кечті. Энді Қаракөз ве Шейх Эли көйлерінде балачықлар мектеп евел тасыл ала білежеклер. Мерасимде акимиет векелері де бар еді. Анда да бізі мұхбиріміз Султанеси Такаева болынды. Ислам Терек районының Қарагөз көйінде ягодка бала бақчасының базасында мектептен евел яны модуль оқув мүйсесі açıldı. Бұйыз 10 ерлік бала бақчаны ерлештірмек үшін федераль бюджеттен 49 миллион 200 000 рублей айырылды. Яны бинада ашхане тибби ода веземаневи мебель бар. Первомайском у нас Қарагөз көйінде невбет бұйық. Бізім көйімізге башқа еді көйден балачықлар қатнайлар. Балар пек чоқ. Элбетті, невбет азлашты, амма етерлі дегіл. Бала бақчаның açılывыны сабырсызлықен ерлі сәкенлер бекледілер. Эльвина Алимова еминки оның қызы Ильяна яны бала бақчада вақытыны файдалы кешіріп, өзіне чоқ дос тапар. Бала бақчасыны мен пек бегендім. Ерше яны дүлбер ве қымтавлы. Шейх Эли көйінде колокольчик бала бақчасы исе да яқында буржуйка еле қыздырыла еді. Одалар сувық дам ақа еді. Шымдықы вақытта бинаның дамы бүтін леденіштірілді, қыздыру ве канализация кечірілді. 14 миллионов. 14 миллион айырылды. Шу себептен бізде бөле дүлбер бала бақчасы açıldı. Шымды бүтінлей невбет yok oldu. Бізде 4 группа олажақ. 70-80 бала қатнажақ. Эльзара Таирова қайдетті ки бұ бала бақчаға оның ойкен оғлы қатнады. О вақыт бинада мебель ескі, диварлар исе сувуқ еді. Эльзара итфарете ки бүгін ерлі сәкелер үшін байрам. Қадын 3 яшлы еміне қызы қынтавлы ведюлбер бала бақчаға қатнажағына пек қувана. После ремонта тамир ишлерден сон бала бақчамыз пек дүлбер oldu. Ерше кейфиетли севиеде етілген. Земаневи мебель ве яны ойынжақлар. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Константин Бахарев қайдетті ки кой мескен ерлерде бала бақчаларында ерлер етішмемезлігі кескін меселесідір. Шу себептен невбетні yok etmek için федераль бюджеттен 2 миллиард рублей айырылды. И теперь наша общая задача – это обеспечить эффективное освоение этих средств, чтобы к концу 2019 года мы полностью решили проблему с очередностью в детские сады. Омумен Ислам Терек районында бұл сененің сонына жеда 150 ерлік модуль бала бақчаның ерлештірілмесі планлаштырыла. Султанеси Такаева, Алишер Алимов, Миллет үшін.
Бүгінгі күнден Қырым вице-премьерін вазифесінде Борис Зимин чалышы башлай бөле қарар Жұмхуриет акиметінің ресми порталында нешір етілді. Вице-премьер вазифесіне Борис Зиминнің намзетіні Қырымның Девлет Шурасы февральның 22-сінде кечкен сессияда ұғынлаштырды. Қырым Жұмхуриеті о яқарлық энергетика комплекстеве мескен коммуналь хожалық сасында куратарлық етежек. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек білдірді ки Украин арбит деңіз құветлерінің команданы вице-адмирал Игорь Воронченко ярымада Русия еле бірлешкен сон Қырымда қалған Украин гемелері чайпалғаны ақта ялан айта. Игорь Воронченко айтқанына көре Қырымда қалған Украин гемелері эмыш Русия Федерация Қара деңіз флотының донорлары кібі ішлетіле, яғни парча қысым етіліп қоланыла. Руслан Бальбек қайтетті ки гемелерінің эксериеті арқанлар ве бұйық ялдавықлар себебінден емді Русия денізжелерінің тұрышулары еле батмайып тұралар. Донбассның иқтисади қамачавы Украинаның иқтисадиетіне бұйық зарар кетіре, оның үшін ажеле чарелер бақылмақ керек деп білдірді Украина Металлурглар Федерациясының елбасшысы Сергей Беленги. Оның сөзлеріне көре қамачав себебінден ел бюджеті тахминен $100 миллион зарар көрежек, мемлекет 2,5 миллиард доллары ве 45 бин иш еріні жойajak. 2017 сене январның сонында Донбасста урушларының сабық иштиракчыларының группасы шу жүмледен Украина юқары шурасының мебуслары өзлеріне адлаған ДНР ве ЛНР территорияларындан юг демирьол бағыны блок еті. Қамачав нәтижесінде мемлекетке көмір етішмемезлігі дуюлы башлады. Донбассның нақлие Қамачавы регионда керінлігіні тек арттыра Украина кеметлерінің оны тоқтатмаға істемегені есе арете қалдырды деп қайтетті Русия президентінің матбуат кәтібі Дмитрий Песков. Ақмешжет районы Қарача Қанғыл қойының сакенлері ярама йолар мұшкул алда олғанынан себеп зорлықлар чекелер. Кечкен сене қой қожалық қой территорияларының тұрғын инкишафы адлы программаға кірсетілді. Леха черчевесінде қойның 4 соқақларында ескі суп ағыны денештіріп башладылар. Суп ағы системасыны денештіргенді йол қазылды ве боле алда қалды. Қарача Қанғыл қойның сакенлері қиынлықлардан ве берілген ваделерден безділер. Бізім ижади тақымымыз көйде бұлынып, меселені чезмеге тырышты. С 91-го 94-нче сенелері да yol бойле алда еді. Ләкин сон өз күчлеріміз иле бұзыны чақыл төшедік. 25 ел девамында оны адам ақылы яптық. Қарача Қанғыл қойының сакенлері оларның меселесіне диққат айрылғанына пек қувандылар. Суфақ системасы ескірді, борулар ескіріп чурып қалды. Кешкен сененің декабрь айында işçiler бригадасы тамир чалышып башлады. Ләкин сакенлерінің қуванчы чоққа етмеді. Бору үшін экскаватор келіп 1,5 метрлік чуқур қазды. Yol чамыр обалары или топ толы. Кечіп оламайық. Инсанлар чамыр ішінде баталар. Калош или кечіп оламаймыз. Резна чизмаларны киймек зорындамыз. Грейдер кечіп балабан излер қалдырды. Шу жүмледен yol бербат олды ве машиналар кечіп оламай. Батақлық олғаны себебінден чоқысы айдавчылар машиналарны соғақның башында қалдырып, евге жаяп қайтмаға мечбурлар. Арабанен евге жекелмеге істегенлер есе чамурны күреклер иле чықаралар. Вот лопата для этого. Bunun üçün махсус күрек ве калушылар бар. Yolға чықмақ үшін қазамышты. Ижади тақымымыз ключевая адлы соғақта бұлынған заман işçiler бригадасының машинасы чамурда батып қалды. Оның экскаватор иле чықарып керек олды. Я тракторы олмаған ерлі сакенлер не yapмақ кереклер. Бүтін соқақ иле итермек зорында қалалар. Шу себептен атты ажеле ярдымда келіп оламай. Бізге бір күн кеже ажеле ярдым машинасы келді. Сон бақсан да бір ажеле ярдым машинасы келе. Сон білдім ки екінші машина бірінші арабаны құртартмақ үшін келген. Yollar бербат алда, оның үшін башқа машина чамурға батты. Инсанлар да геже чықып ярдым еттілер. Соқақта нефақачылар ве чоқ бағалы қоранталар яшайлар. Дұраққа етіп бармақ үшін ана бабалар евлядларының аяқларына калош ве резна чизмалар кейдірелер. Зера Сейдаметова чағына етмеген екі баланың анасы ола. Олар қомшу қасабаға бала бақчасына қатнайлар.
Каждый день. Эр күн балаларны машина иле чықармақ керек. Ләкин араба иле мындан кечіп оламызсын. Башқа yolдан кетмеге мечбурмыз. Анда да yolны қаздыралар. Чықып оламаймыз. Бойле yollar себебінден балам бір ай бала бақшаға қатнамады. Сарапыз көй шурасының рейсі Игорь Чичкин қайдетті ки, ескі суфағларының денештірілмесі шымділік сонына еткені yok. После того, как работаем. Ишлер біткен сон yol тамир ишлеріне кечімеге планаштырамыз. Yazık ki eskiden de анда yollar yaramaydı. Gelecekte оларны чақыл иле тәшіжеміз. Инкишаф программасына енді көрсетілді. Қиынлықлар олған үшін бағышласынлар. Сабыр етмек керек. Игорь Чичкин айтқанына көре объектні мартның сонына қадар екілемеге планыштыралар. Yolның тамир ішлері есе құрыжы шіркет белгіленген сон тахминен майыс айында башланacak. Böylelikнен меселе ойледі чезілмейіп тұра. İnsanlar ise böyle кыбы чизмаларны hazırlamak кереклер. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет için. Бүгін Қырым Жұмхуреті Медениет Назарлығы коллегиясының кеніш топлашуы олып кечті. Анда 300-ден зиеде іштіракчы қайт етілді. Құсусан Мушавереде Назарлығының векилері, чешіт идарелерінің азалары, тасыл сасының хадимлері ве башқалары чықышта бұлындылар. Тавсилетлар бізім левхамызда. Қырым Жұмхуриеті Медениет Назиры Арина Новосельская назерлік ешінің нәтижелерін чықарып, 2017 сенеге планлар ақында тариф етті. У нас в этом году абсолютно, практически полностью будет завершено 2/3 строительства нашего Крымского академического детского театрального центра, в народе именуемого театром кукол. Во-вторых, будут отремонтированы новые в других регионах клубные учреждения, капитальные ремонты, большие образовательные программы, юбилейный наш фестиваль «Альминское дело», военно-исторические чтения, 80 лет художественному музею, по четверти века этнографическому музею Икала Слимену, 100 лет Ханскому дворцу музея истории, 200 лет Айвазовскому. Поэтому у нас громадье творческих больших планов. Я надеюсь, уверена, убеждена, что все они будут исполнены исключительно качественно. Devlet Milletler Komitetinin reyisi Zaur Smirnov o'z navbatida qayd etdi ki, iki idare yani Medeniyet Nazirligi ve Devlet Milletler Komiteti arasında faal işbirlik alıp barıla. Hem medeni, hem ijtimai, hem de dini sahalarında. Наш опыт, взаимное обогащение, взаимные знания той работы, которой мы занимаемся, конечно, позволяет достигать больших результатов. Так вот, по итогам прошлого года, сегодня мы об этом говорили, более 250 мероприятий по республике было проведено именно межнациональной направленности. И, конечно, они все с элементами культуры, где невозможно было обойтись без учреждения культуры. И будем эту практику продолжать, будем работать, поскольку в тесном межведомственном взаимодействии как раз-таки возможно достижение положительных результатов. Қырым Жұмхуриеті Cemaat Palatasının reyisi Georgiy Iov aytты ki, yarımadamızda milletlerara barışıklığı Қырым sakinlerinin en büyük galebesidir. Hem de bugün Kırım'da bir halkının medeniyeti inkişaf etmekte. У Крыма есть два безусловных достижения. Это сохранение межнационального мира, что бы об этом ни говорили, как бы ни клеветали наши враги. А межнациональный мир в Крыму сохраняется, и есть тенденция к тому, что он будет все крепче и крепче. И второе достижение, на мой взгляд, это стабильное развитие крымской культуры. Топлашывда bulungan Сақ шер мемориет башыны Муавины Шериф Османовның білдіргеніне көре, Сақ районында медениетінің инкишафына büyük emniyeti беріле. Стараемся идти в ногу со временем, развиваемся. У нас, кроме этого, функционирует много различных творческих кружков. Центр культуры, досуга, молодежи и спорта открыт, где в основном работаем с молодежью. Поэтому я считаю, что наш город достаточно неплохо развивается. Есть моменты, проблемные вопросы, как и везде, но я думаю, они преодолеваются. Bundan gayrı çeşit maruzalар ve çıkışlarından son olğan meselelerin çözülüp yolları da müzakere edildi. Çeşit idarelerinin vekilleri öz tecrübeleri ile paylaşıp beraberlikte yani lihalar üzerinde çalıştılar. Hasan Abibulayev, Dmitry Nizavoy, Millet Телеканалы. Борчоқырақ микрорайонның жәмесінде Қырым татар тілі бойынша бедава курслар açılacak. Қырым мұсылманлар дини идаресінің матбуат қызметінде хабер етілер ки, курслар өз ішіні мартының 4-інде башланacak. Дерслер аптада 2 кере кечecek. Курсларының программасы Конушев тілінің инкишафына, әмде эдеби Қырым татар тілінің грамматикасына, анламасына доқыртыла. Дерслерге эпысы истеклілер қатнай білелер.
Графика ресім ве монументаль эсерлерінің фото суретлері еле қошылып яратылған екел эсерлеріні Украинада ве Қырымда нам қазанған Ресам Айдар Алиевның 65 елығына бағышланған шақси сергеде көрмек мүмкін еді. Серге Қырым татар медени тарихи асабалық музейде açılды. Мұхбиріміз Султания Меджид сергеде болынып, бұл эсерлерінің муэлефі шақсен танышылды. Украинада ве Қырымда нам қазанған Ресам Айдар Алиевның 65 елығына бағышланған серги тамам бойле башланды. Бүгін әрбірін сан өгінде тұрған муреккеп меселер ақында серджі иле хунушмақны Ресам өз бұржу деп сая. Күч ве зайыфлық, севги ве дослық, айле дегерліклері ве халық анянелерінің хавилікі ақында. Камни, дерево. Бу сергеде 20-ден зияды эйкел тақдым етілді. Бу эйкелер тунч, таш, агач ве ракушкадан япылған. Олардан ғайры 10 манзалары ве 5 график ишлер бар. Ресамның фикіріне Корея әрбір серги біршелер ақта айтмақ керек, чүнки пластик санат бұ тек эстетик зевх тегіл, бұ әмді етрафтаки алем иле инсанның мұнасибетіні ифаде этмектір. В российском. Мен пек ғурланам, чүнки мында менім битамның Хатидже Бубонның бөлігі да бар. Оның ішлері Санкт-Петербург шеріндегі этнографик музейде сақлана. Мен январь айындан андан бардым. Оның ішлеріне ОМА техникасы мені тәжіплендірді. Айдар Алиевны Сергей Ачуловы иле хайырламақ үшін оның достлары, яқынлары, зенадашлары ве талебелері келділер. Мен бұл Ресам әйкелінжі ве ұстаны чоқ елдівамында білем. О бізге әр вақыт хош сюрприздер япа. Мен Айдар Алиевны хайырламаға істейм. Она ұзақ өмір, сағлық ве иджади мувафақетлер тілейм. На выставке я... Бу сергеде мен Айдар Алиевдің чоқ яны ішлеріні көрдім. Бүгінгі күнге же мен оның ресімлер ве графика ішлеріні көрмеге едім. Ама пек бегендім ве илхамландым. Мен бұл тедбірде бұлынғыным үшін пек хованам. Сергені өз көзінен көрмеге істеген әрбір Қырым сәкені ве мұсафыры Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде Сергені зиярет етіп, санат алимыне дала біле. Султания Меджид, Вера Блязис, Миллеті чун. Мартның 3-де Девлет Миллетлер-ара комитетінің адлиежелері судақ шер мемуретінде адлиеви консультация кечерілежек. Эпысы истеклелер судақ шері Ленина 85 адресі бойынша мұраджат ете білелер. Малумат үшін телефон 380-78-0. Бұл ноқтағда яйнымыз сонына етті, білеріңізде дайымы и хаберлер келсін. Эфирде көрішмек үзре.